Анық бір айдан кейін Басқошкастың соңғы қоңырауы шалынады. Бұл біз үшін айрықша уақыт, үлкен өзгерістердің басталуы. Кеше ғана партаға бірінші рет отырған кішкене ғана балалар едік. Ал бүгін болса биік бір шыңды артқа қалдырдық. Үлкен қоңырауда достарымыз бенен асханадағы болатын ойын күлкілердің тасуатыған уақыты да жақындасып қалды. Осы уақыт ішінде бірге күліп, бірге ойнап, бірге өсіп, нағыз достарға айландық. Har күніміз қызыққа толы болды. Сабақтағы күлкі, қоңырау уақытындағы ойын естен кетпей тұрған кездер. Осындай ажайып күндер үшін ұстазымызға алғысымыз шексіз. Біз көптеген мұғалімдер менен болып, жаңа пәндер менен танысамыз. Ең өкініштісі, бізге бірінші harf үйреткен, қолымыздан ұстап, білім берген бірінші ұстазымыз менен қоштасамыз. Бұл тек қоштасу емес, бұл жаңа бастама. Ал біздің алдымызда жаңа мақсаттар, жаңа армандар күтіп тұр.